Елімізде мемлекеттік қызметшілердің 55% әйелдер, оның шамамен 40%-ке жуығы басшылық лауазымдарда жұмыс істеуде. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігі бастамасымен өткен пікір алмасу алаңында айтылды. Ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп жатқан аналар үшін де жағдай жасалған. Отбасымен жұмысты қатар алып жүруге икемді жұмыс уақыты режимі енгізілген. Сондай-ақ инклюзивтілік мәселелеріне де ерекше назар аударылуда. Ұйымдастырушылар мемлекеттік қызметке қабылдауды жеңілдету үшін бірқатар мүмкіндіктер жасалғанын айтады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекеттік қызметке кірудегі артық кедергілерді жою мақсатында агенттікпен бірнеше тәсілдер әзірленген болатын. Сол тәсілдердің бірі аудандық және ауылдық деңгейдегі төменгі лауазымдарға ешқандай конкурсқа қатыспай мемлекеттік грантпен жоғары оқу орнын тәмамдаған жас мамандарымызды осы аудандық ауылдық деңгейдегі лауазымдарға тарту болып табылады. Осындай мүмкіндіктің арқасында 172 жас маман қызметке орналасқан. Олардың 121-і аудандық, 51-і ауылдық жерлердегі мекемелерге қабылданды. Бұл бағдарлама арқылы жұмысқа орналасу үшін оқу үлгерімдік балы 3,33-тен кем болмау керек. Бұл жас мамандардың өмірлерге оралуына жергілікті жерлердегі қызметшілердің сапалық құрамын білімді жас кадрлармен толықтырылуына септігін тигізеді дейді жауаптылар. Мен бұл бағдарламаға жоғарғы оқу орнын өте жақсы деген бағаға бітіріп, яғни GPA көрсеткішін жоғары нәтижемен бітіргеннен кейін аудандық жерде мемлекет қызметке конкурссыз бірден тікелей тағайындалдым. Жалпы мемлекет қызметкері басында болғым келді, бірақ ТС-ге дайындалып жүрген кезімде осындай мүмкіншілік бар екенін естіп, бірден ауданға барып әкімнің қабылдауына кірдім. Департаменттен келісім келгеннен кейін мені бірден бас маман қызметіне тікелей тағайындады.